Кейде бәрін жоғалту, құлау ол үлкен сый. Себебі адамдар құлаған кезде ғана өзгереді. Егер барлығы дұрыс болса, адамдар өзгермейді. Егер өмірде қиындықтар аз болса, адамдар өзгермейді. Егер адам тереңге құласа, оның өміріне өзгерістер міндетті түрде орын алады. Сен өміріңнің қирағанын күтпеуің керек. Сен дәл қазір шешім қабылдай аласың. Жетер. Сен құладың. Осы сенің ең терең орның. Бұдан ары сен құлай алмайсың. Енді өмірдегі бар қиындықтан қашпай, олардың көзіне тік қарайтын сәт туды. Басқалар не айтады екен деп басыңды ауыртпайсың. Өз қиындықтарыңды жарыққа алып шықта. Мен бар қиындықты жеңемін деп жар сал. Дәл қазір. Егер сен қараңғы орында тығылып отыратын болсаң, оларды ешкім көрмейді. Сен ешқашан оларды жеңе алмайсың. Егер сен оларды жеңе алмасаң, өзіңнің бар күшіңді тани алмайсың. Оларды жарыққа шығар. Өз өміріңді қолға ал. Жаман жағдай сенің өміріңде орын алады. Сен мұны мойындауың керек. Және сен өзіңнің қандай жағдайда екеніңді тануың керек. Тек осылай ғана сен өміріңді өзгерте аласың. Егер сен қиындықтар туралы ойлайтын болсаң, сен ешқашан өзгермейсің. Одан да сенің жаныңа жақын адамдарға қалай көмектесе алатының туралы ойла. Сен оларға өмірді өзгертуге болатынын көрсет. Оларға мысал бол. Сен оларды жақсы жағына қарай өзгерте аласың. Егер сен өз өміріңнің кей жақтарына көңілің толмаса, оларды өзгерт. Оларға бірдеңе істе. Ештеңе өзгермейді егер сен қол қусырып отырсаң. Ештеңе жақсармайды егер сен әрекет етпесең. Және сен үшін әрекетті ешкім жасамайды. Сен жетер деп айтуға міндеттісің. Және бәрі өзгереді. Дәл қазіргі сәттен бастап барлығы басқаша болады. Қазір менің өмірім қиын. Егер мен әрекет етпесем, ол сол күйі қалады. Қиындықты қабылда. Егер сен әрекетсіз бір орында тұратын болсаң, ештеңе өзгермейді. Егер сенің өміріңдегі қиындықтарға төтес беруден бас тартсаң, сенің өмірің өзгермейді. Олардан тығылма, оларды жалыққа шығар. Жетер, менің стандартым жоғары. Мен бұл орында бұдан артық қала алмаймын. Жетер, егер мен болашағымның жарқын болғанын қаласам, мен әрекет етуім керек, және тоқтаусыз. Бұдан былай ешқандай әлсіздік, шектеулер, сылтаулар не болмасын, мен мұны төзіп тұра алмаймын. Бұл мен құлаған ең терең нүкте. Жетер, мен мұның бәрін дәл қазір өзгертемін. Сен өзгермесең, ештеңе өзгермейді, ештеңе жақсармайды. Егер сен жақсармасаң, сенің ішінде үлкен күш бар, оны сыртқа шығар. Сені алдыға жетелейтін өмірден барын алуға ұмтыл. Оны сыртқа шығар, сені алдыға жетелесін. Сен ең жақсыға лайықсың. Бұл өзгеретін, өсетін уақыт. Бұл еңбек ететін уақыт. Бұл жетер деп айтатын уақыт. Саған айтылған бар шектеулерді қират, оларға жоқ деп айт. Бұл сен қалайтын өмірді жасайтын уақыт. Өзгеріс сен аяғыңды жерге қоймайынша ешқашан орын алмайды. Өзгерісті сен жасамайынша ол ешқашан орын алмайды. Ал өзгерісті жасау үшін сен өзіңе ұнамайтын, сен қашатын дүниелерді жарыққа алып келуің керек. Тек осыдан кейін ғана сен өз өміріңе өзгеріс енгізе аласың. Және мұның бәрі шешімнен басталады. Және батыл бол. Себебі сол шешімді қабылдауға батылдық қажет. Дәл қазір жар сал. Жетер. Арнаға жазыл. Достарыңмен бөліс. Арнаның алдыға жылжуына көмектес. Аман бол.